Нұр-Сұлтан қаласы мамандандырылған күзет қызметі басқармасы облыс тұрғындарын жұмысқа шақырады. Осыған орай аймақта насихаттау жұмыстары жүргізілуде. Аталмыш қызметке кімдер бара алады, қандай талаптар бар? Әріптесім Жомарт Исқар айтсын. Елордадан ат терлетіп келген тәртіп сақшылары Нұр-Сұлтан қаласына, ішкі істер органдарына қатардағы және басшы құрамына қызметкерлер қажет дейді. Аталған нысанда 200-ден астам бос орын бар екен. Осы орайда еліме қызмет етемін деген азаматтарды жұмысқа шақырту мақсатында жас студенттермен кездесу өтті. Полицияға кіру деген мүмкіндік өте қиынырақ. Себебі сіздер жақта бос орын жоқ. Осы Тараз қаласында, Шымкент қаласында, Қызылорда облысында деген сияқты. Көп адамдар, көп студенттер көріп отырды. Өздеріне керектерін алатындар да бар, алмайтындар да бар. Бірақтан бұл кісілерге рахмет. Өздеріне бізді Нұр-Сұлтан қаласына тартып, жұмыспен қамтамасыз етпекші болып отыр. Біздің патриоттық сезімді оятпақшы болып отыр. Осы оқуға ары қарай оқуды жақсы жағына жалғастыруға және де бізге үлкен мүмкіндіктерді ұсынып отыр. Келешекте осы кісілердің айтқан мамандығы бойынша, яғни полиция мамандығы бойынша, кейінірек өз мамандығымды бітіргеннен кейін осы полиция қызметкерлері жағынан өз бағымды сынап көргім келеді. Және де бұл бізге туып тұрған үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Бізге осы ішкі істер министрлігінде полициялық қандай оқуға қалай кіретінін бізге үгіт насихат бәрін көрсетіп, келешекте осы салаға жұмыс істеуіне мүмкіндігіне көрсетіп отыр. Осы өңірлерге келіп, жұмыссыз жүрген жастарды жұмысқа тартып, Нұр-Сұлтан қаласына еліне абыройлы қызмет атқарса екен деген ойдамыз. Сондықтан осы жаққа келіп, сапарымызды бірінші Қызылорда облысынан бастадық. Қызылорда облысынан одан келе Түркістан облысы, Шымкент қаласы, Тараз қаласына ат басын тіреп жатырмыз. Аталмыш қызметке тағайындалу үшін орта білім алсаңыз жеткілікті. Ең алдымен тестілеуден өтесіз, сондай-ақ денсаулығыңыз жарамды болуы қажет. Бастысы қабылдау барысында барлық қызметтер мен алғашқы оқыту тегін жүргізіледі. Енді кез келген 18 және 35 жастағы азамат пен азаматшаға керемет мүмкіндік туып отыр. Жалпы ішкі істер органдарына жұмысқа кіруге болады. Ең бастысы тегін оқыту және қомақты сомадағы айлық. Басты талаптар ер балалар үшін бойыңыз 170 сантиметрден асу керек, қыз балалар үшін 165 сантиметрден асуыңыз қажет. Қазір біз таңда 200-ге астам бос орын бар. Сол бос орынды кешенді әрі сапалы жасақтау мақсатында осындай іс сапармен оқу орындарында, әскери бөлімдерде үгіт насихаттық жұмыстар жүргізіп жүрміз. Осы жасақтау мақсатында түсіндіріп, талаптарын, ішкі істер органына кіру талаптары, міндеттерін түсіндіріп, осымен іс сапарда жүрген жайтымыз бар. Ішкі істер органдарына қызмет өткерудің өзіндік артықшылықтары да жетерлік. Мәселен, қызмет өтіліне байланысты лауазымды және уақытылы жалақы, сауықтыруға арналған жәрдемақы, сонымен қатар өзіне және отбасының әрбір мүшесіне тұрғын үй жалдауға арналған қомақты қаражат, сондай-ақ 48 жастан бастап зейнетке шығу. Жомарт Исқар, Қанат Бақтұлы, Жамбыл Ньюс.